біздің даналарымыз, дараларымыз өте көп. Бізде Абай бар, бізде Мәшһүр бар, бізде Шәкәрім бар, ар жағында Яссауи бар, Жүсіп Баласағұн бар. Бірақ жаңа басында айтқандай, түгел сөздің түбі бір, түп атасы ол Майқы би. Сосын Майқы би де біздің салт дәстүріміздің де, сөзіміздің де, жүйеміздің де, жөн жосығымыздың да барлығының түбі осы. Одан кейін біз енді филолог болғаннан кейін қазақылық бағыттарда көп оқимыз ғой. Қарасаң, мынау бір шешеннің сөзін оқисың, одан 2 ғасыр бұрынғы шешеннің сөзіне сай келеді. Оны оқисың, одан 1 ғасыр бұрынғы шешеннің сөзіне сай келеді. Бұл қандай жүйе? Қайдан келе жатыр десең, Майқыдан келеді екен. Соның бастауы, қайнар көзі, бұлағы Майқы екен. Сол үшін Майқыны зерттеуге тырыстық. Майқының әрбір сөзіне үңілуге тырыстық. Осыны зерттедік. Өйткені біздің мақсатымыз осы қазақ деген халықты қайтадан қалай бұрынғы рухына қалай қалыптастырамыз, тарихи санасын қалай оятамыз, өзін-өзі дұрыс бағалай алатын, бабаларын дұрыс құрметтей алатын ұлтты қалай қайтып қалпына келтіре аламыз деген сұраққа біздің таңдауымыз осы Майқы болды. Дұрыс, одан дейінгі тұлғаларымыздың барлығы ұлылар. Бірақ жүйе Майқыдан басталатын болғандықтан соны зерттедік. Рахмет.